Щучье, Бурабай және Қарасу көлдері тазартылмақ. Бұл жобаға мемлекет қазынадан 2 миллиард теңге бөліп отыр. Ал қоршаған ортаны қорғау министрлігі жобаны келер жылдан бастап жүзеге асырмақ. Әзірге дайындық шаралары жүргізілуде. Бұл тарапта түрлі компаниялар суды тазалау технологияларын ұсынған. Арнайы құрылған жұмыс тобы тазалаудың тиімді тәсілін таңдап, жұмысты іріктелген компанияға жүктемек. Жоба бойынша 2016 жылға дейін 3 көл тазаланып бітуі керек. Ал 2040 жылға дейін еліміздегі 17 айдың көлді балдыр батпақтан тазарту қарастырылған. Үш әдістің ішінде біреуі топырақ үйіндемелерімен шектелген карталар. Ол әрине ең арзаны болып табылады, бірақ ұлттық парктың ішінде қолаусыз болады біздерге, өйткені үлкен жер телімдерін қажет етеді. Келесі геотюбтарды қолдану, бірақ бұл тәсіл өте қымбат болып тұр, өйткені бір геотюбтың құны 10.000 евро. Үшіншісі центрифугамен тазалау. Бұл әдіс әзірше осы ұлттық парктың территориясында ең дұрыс болып саналып тұр.